Hello peoples, how are you? Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз Smiles Grade 3 People's Book кітабындағы 86 және 87 беттерді өтетін боламыз. Бүгінгі тақырыбымыз біздің On My Last Birthday деп аталады, яғни менің өткен туған күнім деген. Бірінші біздің орындайтын тапсырма оқушылар Exercise number 22, 22-ші жаттығу Read and complete, then listen and check. Яғни бұл жаттығуда оқушылар берілген осы мәтінді оқып және тек суретте тұрған нәрселердің атауларын ағылшынша жазуымыз қажет. Мысалға, бірінші сөйлемде My friends arrived at 4 o'clock деген. Бұл жерде туған күні жайлар айтқан басында жалпы оқушылар. Яғни менің достарым сағат 4-те келді деген. Одан кейін They gave me lots of, яғни бұл жерде сыйлықтар берді деген. Сыйлықтарды біз ағылшынша presents дейміз. Яғни They give me lots of presents and cards. Маған достарым көптеген сыйлықтар берді және құттықтау карталарын берді, яғни открытка. We ate pizza and chips and drank cola. Яғни біз пицца жедік, чипс, яғни қытырлы картоп және де кола іштік дейді. Then my mom brought in my birthday. Тортты біз ағылшынша cake дейміз. Яғни менің туған күніме мамам содан кейін торт алып келді дейді. Соңғы бізде later my dad played music and we all, бұл жерде билеу, билеуді біз ағылшынша dance. It was a great birthday дейді. Яғни одан кейін менің әкем музыкада ойнады дейді, одан кейін біз биледік дейді. Яғни енді оқушылар exercise number 23, 23-ші жаттығуды орындайық. Read and listen, оқып дөңгелекте деген. Бұл жерде оқушылар көріп тұрғандарыңыздай me немесе I деп тұр, яғни мысалы me деген маған деген, I деген мен деген. Келесі бізде екінші What are their names? I can't remember. They емес, they деген бізде олар, them оларды деген. Бұл жерде айтып тұр. Мен оларды, яғни есіме түсіре алмадым деген сөйлем. Олардың аттары кім еді деген. Үшінші You didn't help him немесе us with his homework. You didn't help him болады. Бұл жерде сен оған көмектескен жоқсың, оның үй жұмысын орындауға деген. Us деген бізде бізге деген сөз, Енді бұл жерде тек қана his деп тұр, ер баланы айтып тұр. Оны деп. Төртінші The cake is ready, bring it немесе it to the living room. Бұл жерде it болады. Bring it to the living room. Бесінші It's Көркем's birthday. Let's wish him немесе her happy birthday. Яғни бұл Көркемнің туған күні дейді. Оны туған күнімен құттықтайық дейді. Бұл жерде оны деген қызға айтып тұрғандықтан him емес her болады. Яғни қызға біз her дейміз. Ендеше келесі бізде let's sing, яғни бірге ән айтайық, 24-ші жаттығуда бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай ай атауларының өлеңі. Ендеше бірге тыңдайық, бірге ән шырқайық. January, February, March and April, May, June, July and August, September, October, November, December, 12 months of the year. January, February, March and April, May, June, July and August, September, October, November, December, 12 months of the year. Соңғы бізде орындайтын жаттығу оқушылар exercise number 25, answer the questions, talk with your friend. Сұрақтарға жауап бер деген 25-ші тапсырма. What month is it now дейді. Қазір қандай ай дейді. Біздер қазір ақпан айы, яғни бірінші сұраққа February деп жауап береміз. Екінші сұрақ What month is it next month? Келесі ай қандай дейді осы айдан кейін. Бізде March, яғни наурыз айы. Үшінші Which month is your birthday in? Сенің туған күнің қай айда? Мысалға, менің туған күнім қаңтар айында болғандықтан, мысалға January деп жазамын. Сіздер өз туған күндеріңіздің айдың атауын жазуларыңыз қажет. Төртінші, what's your favorite month? Why? Сенің сүйікті айың қандай? Не үшін дейді why деген. Яғни, не үшін сүйікті сенің ай дейді. Мысалға, менің сүйікті айым
August, яғни тамыз айы деп жазсам болады. 5-ші, what months are holiday months? Яғни біздің демалыс айларымыз. Бұл демалыс айлар бізде 3 ай каникул болады, олар бізде June, July, August деп жазамыз. Осы 3 ай бізде демалыс айлары. 6-шы, what months are school months? Қай айлар мектеп айлары, яғни біз 9 ай бойы мектепте оқимыз, сол айлардың атын жазамыз. Олар бізде September, October, November, December, January, February, March, April, May. Яғни осы 9 ай бойы, яғни мектепте оқимыз, бұл мектеп айлары, мектепте оқитын айлар. 7-ші сұрақ, which months are cold in your country? Сенің, яғни мемлекетінде, еліңде суық айлар қандай дейді? Олар бізде December, January, February, суық айлар бізде қыс мезгіліндегі. 8-ші, which months are hot in your country? Яғни сенің еліңдегі, сенің жеріңдегі ыстық айлар қандай дейді? Ол бізде June, July, August, жаз айлары. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Егер сабақ түсінікті болған болса, комментарий жазып, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше. See you next lesson. Goodbye, peoples.